Ал қазір DIQ шартын орындап, сату жөніндегі директор болған ханымдардың жұлдызды сәті. Мы поздравляем новых директоров по продажам, кто стал директором в апреле. Алтынбекова Рабиға, Байзакова Зулпия, Бакиева Гүлшат, Балыкбаева Балхия, Баракова Аида, Байтеева Айжан, Есенгелдинова Алма, Калыкова Асель, Қалымбетова Айнұр, Камбарова Асель, Машир Зәурен, Мустахим Фариза, Нұрмаханова Баян, Отарова Нуржамал, Өскен Айдын, Пазылжан кызы Нуркыз, Смаилова Айжан, Телеубаева Назерке, Тултаева Багила, Ульмесова Майя, Усетаева Ағерке, Шинибаева Мольдыр. Аида ханым, саламатсыз ба? Бүгінгі біздің студиямызға, бағдарламамызға қош келдіңіз. Ең бірінші бәріміздің атынан сіздің осындай керемет статусқа, деңгейге жеткеніңізді құттықтаймыз. Директор болып отырсыз. Мереке компаниясына қалай келдіңіз? Қашан келдіңіз? Компанияға келгенге дейін немен айналыстыңыз? Айтып өтсеңіз. Рахмет сізге. Біріншіден, мен Мереке компаниясына бірінші өнім алып бастағам. 2020 жылы март айында мен өзіме күтім жасауға өнім алып бастадым. Одан кейін мен ол кезде ұлттық киіммен айналысатынмын. Өзімнің бизнесім болды. Одан кейін август айында июльдің 31-інде мен компанияға тіркелдім бизнесіме. Одан кейін август айында бизнесімді бастадым. Екісінде мен товарым келді. Ол кезде мен сатылымда болған жоқ, ештеңе болған жоқ. Адам тіркей, мен директор болам деп шешім қабылдадым. Жақсы, сонда компанияға шілде айының аяғында келдіңіз. Тамыз айында деп айтсақ болады. Келесі бірден директор болам деп шешім қабылдадыңыз ба? Иә, директор болам деп шешім қабылдадым. Өйткені білмеймін, маған сразу өзіме директор болу солай шешім қабылдағым келді. И тез арада мен 5 айда уже DIQ бағдарламасын бастап кеттім. Жақсы, керемет. DIQ бағдарламасын бастауға сізге не түрткі болды? Директор болғым келеді деп армандаған енді бір нәрсе ғой. Бірақ міне мен мына уақытта бастаймын, былай орындап шығамын деген сондай шешім қабылдауға не түрткі болды сізге? Шешім қабылдауға менің уже командамда ол кезде 8 кеңесші болды. Өзімнің жеке кеңесшілерім болды. 8 кеңесшім болған кезде ол кісілердің артынан адамдар тіркеле бастаған сияқты болды. Сол пока тіркелмей тұрып, мен шешім қабылдайын, көп созып жүріп не істеймін, уақыт өткізіп деп, солай шешім қабылдадым, DIQ бастайын деп. Бағдарламаны қалай орындадыңыз, Аида? Айтып жіберіңізші. Қанша уақытта орындадыңыз? Қандай қиыншылықтар болды ма, немесе бәрі оңай өтті ме сізде? Мен өзім негізі жаңағы Мереке компаниясына келген кезде өзім ұстанымым бар. Бәрін легко и просто жетем бәріне дегенше. Қатты сенімді болдым мен өзіме, тез жететініме. Содан кейін мен бірінші айымда 200 базовыймен орындадым. Керемет. Одан кейін екінші айымда 100 базовыймен жаптым. Үшінші айымда 100-ден аса и 25 адам нақты менде активны болды. 3 айда бағдарламаны жауып бастадыңыз. Жақсы, енді Аида ханым, сіз бүгін бір белесті бағындырып отырсыз, сату жөніндегі директор болып отырсыз. Енді қазір жаңа мақсат қоятын кез келген секілді, қазір қандай арманыңыз бар және қандай мақсатыңыз бар? Арғарайғы менің мақсаттарым үздік директор болу, білімді директор болу, өте жаңағы қазақ қыздарына деген, Қазақстанның несіне көмектесем, әдемі сұлу болуға көмектесем деген мен мақсат қоямын. Жақсы, сіздің мақсатыңыз дәл біздің компанияның миссиясы екен. Керемет. Енді Аида ханым, сізге бір қызық сұрақ қояйын. Сіз енді былай айтсақ, кеше ғана бағдарламаны орындап шықтыңыз ғой. Бағдарлама орындағысы келіп жүрген, бірақ сәл шабыты болмай жүрген, сенімі болмай жүрген ханымдарға қандай кеңес берер едіңіз? Сенімі болмай жүрген қыздарға мен кеңес берерім.
ең бірінші адам миында дейді ғой. Миына установкаларын дұрыстап, қатты сенімділігін арттырып алу керек. Бірінші сол сенім жетелейді ғой, негізі. Ең бірінші жетістікке жетелер сенім дейсіз ғой. Сенім жетелейді. Жақсы, керемет. Аида ханым, сізден көріп тұрмын. Сенім деп бекер айтқан жоқ, себебі өзіңіздің де сеніміңіз өте мол, көрініп тұр, күшіңіз де мол, шабытыңыз да мол, иә. Енді Мереке ханым айтып кеткен ғой, бұл сенің қолынан келеді деп. Бүгін сіз дәлелдеп тұрсыз, ертең жаңа мақсаттарыңызға жетіп, ары қарай да дәлелдей береді деген тілектеміз, ойдамыз. Одан әрі де жетістікке жете беріңіз, Аида ханым. Рахмет. Аида ханым, енді біздің өмірімізде негізі жанұяның рөлі орасан зор ғой. Жанұяңыз туралы айтып беріңізші. Жанұяңыз сіздің өзіңіздің салаңызды ауыстырып, Мерекеге келгеніңізге, директор болам деп шешім қабылдағаныңызға қандай көзқарас білдірді негізі? Бұл жерде мен негізі бірінші жолдасымды айтып кетсем болады. Менің жолдасым қатты маған поддержка берді, түсінікпен қарады, ешқандай қарсылық көрсетпеді. Енді кейбіреулерді көріп жатамыз ғой, енді қыздарды отбасы болғасын, жұмыс таңертеңнен кешке дейін кейде жұмысқа жібермей жатады. Менің күйеуім жағынан қатты қолдау күшті болды. Мен ол кісіге қатты өзім алғысымды білдіремін. Одан кейін мен 5 балам бар. 5 балаңыз бар ма? 5 балам бар. Балаларым да өте қуанышты. Енді Мереке компаниясына келген кезде ең бірінші мені қатты қызықтырған білімі болатын. Қатты білім алған болатын, мен ізденісте жүрдім. Қаншама мен бизнесім болса да, мен ақша тауып жүрсем де, олар мені қызықтырмады. Мен бірінші қызықтырған білім болатын. Сол білімнен мен өзімді өзгертіп бастадым ғой. Өзгертіп бастағаннан кейін балаларым өте қуанышты болды ғой. Балаларыңыздың қуанышты болғаны негізі ата-анаға ең бір үлкен бақыттардың бірі ғой. Жақсы, өте керемет. Балаларым да өте қуанышты. Аида ханым, Мереке ханым айтып кеткен ғой, бұл сенің қолыңнан келеді деп. Сіз компанияға келіп, міне бүгін директор статусына ие болып, сол сөздің айқын дәлелі болып отырсыз. Сізге енді болашақта тілеріміз, алға қойған мақсаттарыңыздың бәріне жете беріңіз, армандарыңыз орындала берсін. Бүкіл өзіңіз өмірде кездестірген әйелдерге, ханымдарға сұлулық сыйлай беріңіз. Біздің де сізге бүгін шағын сыйлығымыз бар, орамал. Том болмайды, жол болады дейді, біздің шағын сыйлығымызды қабыл алыңыз. Сізге тек, Аида ханым, тек сәттілік тілейміз. Рахмет. Рахмет.